Қайырлы күн достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қиярдың пайдасы туралы болмақ. Дәлірек айтсақ, қиярды күнде жеудің 5 пайдасы. Қияр арзан көкөністердің бірі. Кез келген салаттың әрін келтіріп, тамаққа қосуға да болады. Құр жеуге де өте ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ендеше, мамандардың айтып жүрген кеңестерінен қиярды күнде жеудің 5 пайдасына тоқталайық. Ең алдымен, ағзаға ылғал беруі. Адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөлдейді. Ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп, ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет-әлпетке ылғал мен нәр береді. Екінші, қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксидантты қасиеті бар заттар. Әсіресе әйел адамда болатын қатерлі ісіктердің бетін кері қайтарады. Үшінші, сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болады. Сыну, шытынау, остеопороздан аман болады. К дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер етеді. Мидың белсенді болуына көмектеседі. Төртінші пайдасы ағзаны тазалауы. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмегін береді. Қиярдың құрамындағы эрепсин ферменті ақуызды қорытуға септігі тиеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Және де 5-ші пайдасы күйзелісті жоқ қылады. Қияр Б тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына өте пайдалы. Психиканың дұрысталып, ой белсенділігін жақсартады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Өз ойларыңызбен видео астында бөліссеңіздер болады. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.